Мырзаны алғаш көрген күні күнделігіме жазған жазбам. Ол кездері күнделік жазып жүретінмін. Hüseyin. Бүгін мені Байрам Жауһармен таныстырды. Маған құда түспекші. Бәрі білдірмеуге тырысып жүр, дегенмен бірден сезіп қойдым. Апам мәжбүрлеп үстімдегі көйлекті ауыстырды. Айсел дірілдеген қолымен шашымды тарады. Базардан 2 туфли алып келді. Біреуі апама қатты ұнады. Соны кидім. Маған екіншісі ұнаған. Бірақ ешкім құлақ аспады. Кешке қарай бәрі шулап кетті. Терезеге қарай жүгірдім. Әпкесімен бірге келіпті. Өте әдемі қыз екен. Өмірге құштар. Астарында үлкен көлік. Мақтаншақ екен дедім. Біздің үйде ақшаны оңды солды шашатын адамдар ұната бермейді. Сәлден соң Байрам мырза түсті. Балдың түсіндей костюм киіп алыпты. Қандай сән екенін қайдам. Жоғарға қарады. Көзіміз түйісіп қалды. Қатты ұялып кеттім. Сұмдығай дедім. Соны күтіп тұр деп ойлап қалатын болды ғой. Неткен сымбатты. Ер тұлғалы жігіт десеңші. Пердені жабуды ұмытып кетіппін. Ол болса, менен көзін алмай, үйге қарай беттеді. Қолында бір шоқ хризантема. Маған сілтеп көрсетті. Сізге келдім дегендей. Сол сәтте ғана ішке қарай кіру ойыма келді. Сол кеште қандай әңгіме қозғалғанын ұмытып қалыппын. Есімде ештеңе қалмаған. Оның маған күлімсіреп қарағаны ғана есімде. Негізінде өзі сұсты екен. Бір қарағанда қорқып кетесің. Бір көргеннен ғашық болу деген рас сияқты ғой. Бірақ менен сұрайтын болса, оған тұрмысқа шыққым келмейді деуші едім. Сезімімді байқап қояма деп қорқам. Ұйқым келді. Ары қарай сосын жалғастырам. Солиш. Сенесіңдер ме? Бұл ару? Мені 6 ай күттіріп қойды ғой. Айсел білет. Я. Süheylem. Жаным, бұл мен үшін өте ерекше сый болды.
Ей, тәкаппар дүния айтысың. Анжерін бере саш, жаным бұл маған сұқилам дегеннен кейін. Жаным, бұл мен үшін ерекше сый болды, рас айтам. Жүрегім тоқтақ бола жаздады ғой. бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2021 жыл. Ал, қош сау болыңыздар. Ертең ба? Неше серия? Нема? Онда дейсіз ба, Жүпеке? Мә, неге? Жоқ, енді ол Ақмаралды мен қалжыңдап айтқам ғой негізі. Не көріп отырсыз дейді. Көріп отырған жоқпын. Фильм дыбыстап отырмыз ғой, дубляж. Ой. Тәкаппар дүние. Сіздерге Мехметтің сөмкесін әзірлеп берейін. Мұнда жатса күтіп отырмаңыздар. Әке, бол енді. Маған да берші деймін. Мен де ескеп сүйейін. Қане, тәтеңе бара ғой. Бар, қане. Аллай. Құлыным менің. Күнім сол, күнім. Сені әбден сағындым ғой. Балам, бар ұстаны. Кел. Астағым дәмді болсын. Өзіңнің де. Бүгін университетте кәрімді көріпті. Апаларың екімен... Бүгін университетте кәрімді көріпті. Апаларың екімен талға келген соң тіптен көңілі түспеді. Жоқ, Кәріммен жақсылап сөйлесем. Бүгін онсыз да өзімен сөйлеспекші едім. Айнып қалдым. Алдымен осы білгендерін. Алдымен осы білгендерін ой елегінен өткізіп алсын. Бірақ екеуі бір-бірінен ажырай алмас. Бірін-бірі шын сүйеді. Оған күмәнім жоқ. Бір-біріне ажырамауға сүйіспеншілігі жеткіліксіз.
Bir-birinden ajramauga sүйіспеншілігі жеткіліксіз көрінеді. Кейде тіпті керексіз болып қалатын сияқты, иә? Жоқ, ең бастысы сүйіспеншілік. Қалғаны бола жатар. Зейнептің кете алмайтыны сол екен ғой. Мелек, сен екеуміз үйлендік. Зейнептен қол үздім. Мен есімді жидым Хүсейн. Алдымда көлге судың қажеті жоқ. Олардан ешқашан қол үзбейтінін айдамадық. Мұнда сенің қас-қабағыңа бола келмеймін. Жүрек қалауыммен келем. Солай ма? Олай болса бір байламға кел. Не менімен тұрасың? Не кетесің? Өйткені маған анда-санда келетін күйеудің қажеті жоқ. Өзіңе де бүйтіп өмір сүру қиын шығар. Сондықтан сені бұл азаптан құтқарайын. Ажырасайық. Немесе ел қатарлы, ел қатарлы ерлі зайыпты болып тұрайық. Мен Хүрияны қарап келейін. Немеремнің қонақ құсап анда-санда келетіні жаныма бата түсқелі. Адамның шамына тиеді екен. Не істейміз, айтшы, істейік. Жүрші қызым, үйге қайтайық. Сау бол. Үйге қайтайық, Хүрия. Қойсаңшы дедім. Сөйлесерсіңдер дедім. Сөйлесетін сөз қалмады дейді. Бұларды жақсылап тұрып сөйлестірермін әлі. Сен араласпа, қой. Қайта өзің араласпа әпке. Тағы да басталды бітпейтін дау. Сен де араласпа. Бар, өз бөлмеңде сабақ. Бар. Қайта өздерің маған тиіспеңдер. Бәде. Мен жатайын енді. Жатасың ба? Жатам. Қазір мыналарды апарып тастайды. Жақсы әпке. Қайырлы түн. Сен жатпайсың ба? Жатам мен де. Жатам. Өмірімде көрген ең сабырсыз адамым сенің апаң шығар бала. Сен өте бақытты боласың. Соның қолында тұрасың. Жақында қарындасыңда қараларыңа қосылды. Әпкең де қастарында. Үлкен бір шаңырақ боласың.